Vay блядь. Түші бұлай бауырым. Ассалаумағалейкум, братан. Сен миың дұрыс па? Тұрған машинаны кеп соғасың ба? Әлде көзің көрмейді ма? Байқамай қалдым, братан. Сен мына машина қанша тұрын білесің ба? Енді ремонтына ақшаң жете ма сенің? Братан, қазір шешеміз. Ағама звондап алайын. Звонда ағаңа звондайсың ба? Әкеңе звондайсың ба? Тез шешіңдер. Інім. Уалейкум ассалам. Не болды? Машинаны байқаусызда соғып алдым. Уайымдама інім. Қазір шешеміз. Чотан бауырым, шақырдың бағаңды? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Ағасы мен болам. Інің тұрған машинаны кеп соғып тұр. Кім жауап береді? Көріністеріңе қарағанда жағдайларың жетпейтін сияқты ғой сендердің. Машинaya қанша қаражат кетуін білмедім бауырым. Бірақ інім үшін мен жанымды берем. Айып етпен бауырым. Бір шешімді табамыз. Жігіттер, әңгімені көбейтпей тез шешейік. На телефонды ал. Не, машинаның кілтін де ал. Аға, неге олай істедіңіз? Мынандай түсінігі жоқ адамдардың алдында ешқашан басын дейме. Мынандай темір терсек табылады. Маған сен керексің, інім. Жүр кеттік. Жігіттер, тоқтыңдар. Кедей адам жомарт болады десе сенбеуші едім. Міне бүгін өз көзіммен көріп тұрмын. Інім, ақшам жоқ деп ешқашан басын дейме. Сенің нағыз байлығың міне осы ағаң. Менің де ағаларым бар. Бірақ олар жайлы айтпай қойын. Мән бауырым, өзіңе бұйырсын. Ағам бар менің, арқа сүйе берген. Інім үшін мен жанымды берем. Алға қарай Маған сен керексің, інім. алтындарда